Сақиналар әміршісі. Барлығы ұлы сақиналарды қиюдан басталды. Үшеуі өлмейтін жаратылыс және ең ақылды эльфтерге бұйырды. Жетеуі асыл тастарды өндірушілер мен тау үңгірлерінің қолөнершілерінің патшалары гномдарға берілді. Және тоғызыншы сақина бәрінен де құдіретті көксейтін адамзат баласына берілді. Бұл сақиналарда әр халықтың үстінен қарайтын билік күші болған. Бірақ олардың барлығы алданып қалды. Себебі Мордор мемлекетінің отты Қиямет тауының басында әмірші Саурон барлық жүзікті өзіне бағындыратын жалғыз жүзікті жасап шығарды. Бұл сақинаға ол барлық жауыздықты, зұлымдықты және де билікке деген құштарлықты қосты. Бір сақина бәрін басқаратын қабілетке ие болды. Орта жер бірінен соң бірі сақинаның қол астына өтті. Бірақ зұлымдыққа қарсы шыққандар да болды. Қиямет тауының баурайында орта жер үшін Мордорға қарсы адамдар мен эльфтердің біріккен күші жорыққа шықты. Жеңіс жақын болды. Сақинаның күшін жеңу әсте мүмкін болмады. Бірақ үміт сөнген кезде корольдің ұлы Исилдур әкесінің қылышын көтеріп орта жердің жауы Сауронды жеңді.